Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай браслет тоқып үйренетін боламыз. Бұл браслетті тоқу өте оңай. Ендеше кірісейік. Бірінші біз 66 мм нейлон жібімізді алып, ұштарын күйдіреміз, сөйтіп тартамыз, өстіп үшкірлейміз. Сөйтіп өстіп үшкірлеп, моншақтарымызды тізіп аламыз. Жібімізге моншақтарды тізіп алған соң, жіпті қораптың қақпағына орналастырамыз. Екі жағынан қысамыз. Қалдырған соң, вощеный шнурымызды алып, мына жіпке байлап аламыз. Мінекей байлап аламыз. Сосын әдеттегідей оң жағындағы жіптің ұшын өстіп өзімізге шатаспас үшін байлап алсақ, түйіндеп аламыз. Сөйтіп, мына қоңыр жіптің үстіне қойып, оның үстінен сол жағындағы жіпті өткізіп, мінекей мынаның астынан сол жіпті өткізіп байлаймыз. Мінекей. Сөйтіп, ары қарай жалғастыра береміз. Сосын бір моншақты алып, мына жаққа өткіземіз. Сөйтіп, ары қарай солай жалғастырамыз. Қатты қысып тастамаймыз, қатты бос қылып жібермейміз. Өстіп, ары қарай жалғастырамыз.
Сөйтіп шешеміз да. Шешкен соң шыны да кесіп осылай күйдіреміз. Мінекей. Бізде мына жерде 16,5 сантиметр болды. Енді мына жерге замок істейтін боламыз. Ол үшін біз жаңағы 25 сантиметрлік жібімізді алып, бүйтіп байлап тастасақ та болады, былай да істей берсек болады. Айырмашылық жоқ. Сөйтіп өткізіп, мына жіптен екіге бүктеп жіпті. Қатты түйіп тастамаймыз мына жерді. Сөйтіп оң жағынан тағы да шатаспас үшін өстіп түйіп алсақ та болады. Сөйтіп дәл жаңағыдай қайталап тоқып шығамыз. Мінекей осы жер жетеді деп ойлаймыз. Шығып кетпесін мына жерден. Мінекей браслетіміз шықты. Енді мына жеріне моншақты өткізіп, бұл жерінде түйіндей саламыз. Достар, осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Тоқып көріңіздер, өте әдемі болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Көріскенше күн жақсы, сау болыңыздар.